Кеме ауырып, қиналып, қатты абыржып жүрген адам үшін қайырлы болады. Кеменің жағада тұрғанын көру жолы болатынын білдіреді. Түсінде кемені жағаға қарай сүйреп жүргенін көрген адам екі жүзділік көрсетеді. Салихал адамдармен бірге кемеге мінгенін көрген адам күнәдан тазарады. Кемеден шыққанын көрсе, бақытқа кенеледі. Кім жағада тұрып, теңізде бір кеменің бос қалқып жүргенін көрсе, оңды сапардың белгісі. Кеме надандық пен бүліктен құтқаратын ислам деп жорылады. Науқас адам өлген адаммен бірге кемеге мінгенін көрсе, ол адам бүліктерден арылады. Қарызы көп адам кемеге мінгенін көрсе, қарызын өтеп қайғы-мұңнан арылады. Егер жағдайы нашар адам көрсе, Алла тағала оған күтпеген жерден молшылық береді. Жұмысы жүрген адам кемеге мінгенін көрсе, жұмысқа орналасатынын білдіреді. Өлім төсегінде жатқан адам кемеге мінгенін көрсе, оның өмірін ұзартады. Түсінде кеменің батқанын және тақтайдан ұстап құтылғанын көрсе, жұмысында кездесетін кедергілердің қысқа уақыттың ішінде ретке келетінін білдіреді. Түсінде бос кеме көру саудадағы табыс пен пайданы білдіреді. Түсінде теңіздің жағасында тұрып, ол жердегі кеменің бейпіл жүзіп жүргенін көру қайырлы істі білдіреді. Бойдақ жігіт түсінде кеме сатып алса, үйленеді. Кемелер жақсылықтың белгісі. Кішкентай кемелер қарақшылықтың белгісі. Бұзылған кеме қайғы-мұңның, батқан кеме құтылудың белгісі.